Тақырыбы: көздің көруінің нашарлау себебі және үй жағдайында емдеу жолдары. Кіріспе? Сәлем, достар. Көзіміз ең маңызды әрі нәзік органдардың бірі. Бірақ қазіргі заманда телефон, компьютер, теледидар сияқты гаджеттерді шамадан тыс қолдану көру қабілетіне үлкен әсер етеді. Бүгін біз көздің көруінің нашарлау себептерін анықтап, оны қалай үй жағдайында жақсартуға болатынын айтамыз. Бұл ақпарат сіз үшін пайдалы болары сөзсіз. 1. Көздің көруінің нашарлауының негізгі себептері. 1. Көзге шамадан тыс салмақ түсуі. Компьютер мен телефонды ұзақ қолдану көз бұлшықеттерін шаршатады. 2. Дұрыс тамақтанбау. Көзге қажетті дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігі. 3. Дұрыс ұйықтамау. Ұйқының жетіспеушілігі көздің толықтай демалуына мүмкіндік бермейді. 4. Көзге зиянды орта әсерлері. Шамадан тыс жарық немесе тым қараңғы жерде жұмыс істеу. 5. Жалпы денсаулық мәселелері. Қан айналымы бұзылыстар мен созылмалы аурулар көзге әсер етуі мүмкін. 2. Көз көруін үй жағдайында қалай жақсартуға болады. 1. Көз жаттығулары. 20-20-20 ережесі. Әр 20 минут сайын, 20 секунд бойы, 20 фут, шамамен 6 метр, қашықтықтағы нысанға қараңыз. Көзді әр түрлі бағытқа айналдырып жаттықтыру. Қолды жылытып, алақандарды көзге жабу арқылы демалту. 2. Дұрыс тамақтану. Дәрумені: сәбіз, шпинат, жұмыртқа. Омега-3 май қышқылдары, балық, жаңғақтар. Лютеин және зеаксантин, жасыл көкөністер, жүгері. 3. Су ішуді ұмытпаңыз. Көздің құрғауын болдырмас үшін жеткілікті су ішіңіз. 4. Көзді демалту. Ұйқының ұзақтығын 7-9 сағатқа жеткізіңіз. Экран алдында отыру уақытын шектеңіз. 5. Көзді табиғи түрде ылғалдандыру. Құрамында консерванттар жоқ көз тамшыларын пайдалану. Бөлмеде ылғалды сақтау. 3. Көз көру туралы кең таралған мифтер. 1. Теледидарға жақын отыру көзді бұзады. 2. Түнде оқу көзге зиян. 3. Көзді жақсартатын сиқырлы дәрілер бар. Бұл мифтерді толық түсіндіреміз және неге сенбеу керектігін айтамыз. Қорытынды: көздің көруі сіздің денсаулығыңыз бен өмір салтыңызға тікелей байланысты. Дұрыс әдеттерді қалыптастырып, көру қабілетіңізді жақсартыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Каналға жазылып көбірек пайдалы ақпарат алуға шақырамыз.